Ассалаумағалейкум, біздің Шаңырақ Инстаграм парақшасының оқырмандары. Шанхай аймағы Сәбит Дөнентаев көшесінің бойындағы екінші үй 1988 жылғы жер үйіміз сатылымға шыққалы тұр. Мына жерден Бостандық көшесі жүріп жатыр жанында, ал мына бетінде тура Торайғыровқа қарай шығамыз. 6 сотық жер аумағымен және бір ерекшелігі үйде бейне бақылау орнатылған, міне көрдіңіздер. Екі жерде бейне бақылау бар, біреуі кірген бойда, біреуі ауланы түсіріп тұрады. Территориямызда шағын жеміс ағаштарымыз бар. Енді үйдің ішкі көрінісімен танысайық. Және осы ортаңғы бөлігіміз өте кең. Осы бөліктен санитарлық торабымыз, маңызды бөлмелерімізге қарай жолымыз, былай қарай асханамыз көрініс табады. Міне жиһаздар, көріп тұрған жиһаздардың барлығы үй иесінің өзімен бірге алып кетеді. Мына жерде сағат, санитарлық торабындағы айнамыз. Енді кейбір жиһаздарды, үйде қалған жиһаздар болатын болса, оны үй иесімен ақылдасасыздар. Санитарлық торабымыз толықтай кафелденген. Үйдің қабырғасына тұсқаға жапсырылған 3 бөлме былай қарай тарайды. Яғни мына арғы бөлмеден тағы бір бөлме арғы қарай тарайды. 4 бөлме осы төрде көрініс табады. Жатын бөлмеміздің көрінісі. Жатын бөлмеміз үстіңгі бөлігі натяжной потолок тартылған. Айта кеткендей, 1988 жылғы үй, бірақ үй өте жақсы күйде сақталып тұр. Бұл екінші жатын бөлмеміз. Енді мына жағында қонақ бөлмеміздің бейнесі. Міне, қонақ бөлмеміз өте кең. 180 шаршы метрдің көлемі. Міне жаңағы айтқан түкпірдегі бір бөлмеміз, балалар бөлмесі. Осы үйіміз жөнінде көрсетілген телефон нөміріне хабарлассаңыздар болады.